Келісім шартты смарт ену жүйесінде жасау үшін құжаттар модуліне, одан кейін келісім шарттар ішкі модуліне өтіп, жаңа құжат батырмасын басыңыз. Басты беттің оң жағында терезе ашылады. Үлгі бойынша қосалқы бетінде, практика бойынша үш жақты келісім шарт батырмасын таңдаңыз. Ашылмалы тізімнен таңдалған кезде құжат үлгісі ашылады. Келісім шарт нөмірі, жасалған күні және біздің тарап жолдары автоматты түрде толтырылады. Практика түрін, практика мерзімін Платонус жүйесіндегі академиялық күнтізбеге сәйкес көрсетіңіз. Смарт ену жүйесі контрагентті қосудың бірнеше нұсқасын ұсынады. Бірінші нұсқа, егер жүйеде мекеме мен қол қоюшы тұлға туралы мәліметтер болса, келісім шартты толтыру контрагент жолын таңдау арқылы жүзеге асырылады. Контрагент жолының сол жағындағы батырманы басқан кезде бос өріс пайда болады. Кейін осы өрістің оң жағындағы батырманы басқан кезде жаңа терезе ашылады. Алдымен іздеу өрісіне ұйымның атауын немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі енгізіңіз. Қажетті ұйымды таңдағаннан кейін экранның оң жағындағы терезе автоматты түрде жабылады, ал келісім шартты толтыру бетінде қол қоюшы жолы ашылады. Қол қоюшы жолындағы батырманы басқан кезде экранның оң жағында сіз таңдаған ұйымның қол қою құқығы бар тұлғаларының тізімі бар терезе ашылады. Керекті есімді белгілегеннен кейін терезе жабылады, ал таңдалған тұлғаның аты келісім шартқа автоматты түрде енгізіледі. Контрагент, практика түрі және мерзімі енгізілгеннен кейін алдымен сақтау, содан кейін жіберу, қол қоюға батырмаларын басыңыз. Келісім шарт қол қоюда күйін алады. Келісім шартқа сіз және контрагент қол қоюы керек, содан кейін ол автоматты түрде кафедрадағы практика жетекшіңізге қарауға жіберіледі. Келісім шарт күйі қол қойылды, практика жетекшісінде келісуде болып өзгереді. Практика жетекшіңіз сәтті тексергеннен кейін келісім шарт үшінші тарапқа, университетке қол қоюға жіберіледі. Екінші нұсқа, жүйеде қол қоятын тұлға туралы ақпарат болмаған жағдайда, контрагенттің электронды поштасына сілтеме жіберу арқылы келісім шартта контрагент туралы ақпарат көрсетуге болады. Контрагенттің электронды поштасы жолының сол жағындағы батырманы басу арқылы қол қоятын тұлғаның поштасын енгізуге арналған бос өріс ашылады. Электронды поштаны енгізіп, практика түрін және кезеңді академиялық күнтізбе бойынша толтырып болғаннан кейін, ең алдымен сақтау батырмасын, кейін жіберу, контрагентке жіберу батырмаларын басыңыз. Келісім шарт құрылды, контрагентте келісуде күйін алады. Сонымен қатар, жүйеде көрсетілген сілтемені көшіру арқылы контрагентке келісім шартқа сілтемені тікелей жіберуіңізге болады. Контрагент құжатты қабылдағаннан кейін, келісім шарт күйі қол қоюда болып өзгертіледі. Келісім шарт күйі өзгергеннен кейін ғана қол қоя аласыз. Келісім шартқа қол қою үшін қол қоюда күйімен көрсетілген жолды белгілеп, карта батырмасын басу арқылы келісім парағына өтеміз, немесе белгішені басу арқылы қол қойылған құжат беті терезесіне өтіңіз. Қол қою үшін қол қою қосалқы бетін таңдаңыз. Жүйе келісім шартқа қол қоюдың екі нұсқасын ұсынады. Үшінші нұсқа екі арқылы қол қою. Басты беттің жоғарғы оң жақ бұрышында QR сканерін ашыңыз. Кодты оқу үшін телефоныңызды осы экранға бағыттаңыз. Екінші нұсқа. Электронды цифрлық қолтаңба арқылы келісім шартқа қол қою. Электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қою үшін қол қою батырмасын басыңыз. Экран бетінен See Layer терезесі шығады. Сертификат орналасқан қалтаны көрсетіп, құпия сөзді енгізіп, ашу батырмасын басыңыз. Ашу батырмасын басқаннан кейін кілтті таңдаңыз, терезесі экран бетіне шығады. Электронды цифрлық қолтаңба иесінің аты жөні көрсетілген жолды белгілегеннен кейін қол қою батырмасы белсенді болады. Келісім шартқа барлық тарап қол қойғаннан кейін, құжат қол қойылды күйін алады, және қолтаңбалар тізбесі қосалқы бетінде қол қоюшылардың тізімі QR көрсетіледі.